because in the next 12 months, anyone is going to be able to create. Алдағы 12 айда кез келген адам 3 сағаттық анимациялық фильм, толық YouTube арнасын, немесе виртуалды адам брендін өз деңгейінде жасай алатын болады. Адамдар виртуалды кейіпкерлерді дәл Санрионың Hello Kitty'ді ақшаға айналдырғанында еленіп, дамыта бастайды. Парадокс мынада: кемшіліксіз контент барлығына бірдей қолжетімді болған дәуірде мінсіз болудың өзі маңызды емес. 2025 жылы ең құнды қасиет техникалық шеберлікте, талантта, тіпті идеяда болмайды. Бізді ерекшелендіретін нәрсе жылдам қателесуге, жиі қателесуге және сол қателіктерді жасырмай үйренуге дайын болу. Сонда ғана біз алға жылжымыз. Меніңше, жаңа жасанды интеллект дәуірінде адам қалудың жолы мінсіз болу емес, қайта, жиі және батыл түрде кемшілікті болуға рұқсат беру.